Елде арзан. Біз Америкада тұратын қазақ отбасымыз. Жақында азық-түлік бағаларын Қазақстанмен салыстырып көрдім. Шынымды айтсам, өзім шок болдым. Банан Америкада 550 теңге, Қазақстанда 999 теңге. Манго Америкада 565 теңге, Қазақстанда 999 теңге. Лимон Америкада 1817 теңге, Қазақстанда 1869 теңге. Нан Америкада 535 теңге, Қазақстанда 500 теңге. Мөмдем сәттілері Америкада 2450 теңге, Қазақстанда 2835 теңге. Жұмыртқа Америкада 1240 теңге, Қазақстанда 879 теңге. Сүт Америкада 935 теңге, Қазақстанда 688 теңге. Тәтті бұрыш Америкада 1240 теңге, Қазақстанда 2049 теңге. Авокадо Америкада 1550 теңге, Қазақстанда 1725 теңге. Стейк Америкада 1418 теңге, Қазақстанда 9399 теңге. Қазақстанда арзан болады деп ойлаған едім. Сиыр Америкада 930 теңге, Қазақстанда 1199 теңге. Жүгері Америкада 477 теңге, Қазақстанда 845 теңге. Моцарелла Америкада 1759 теңге, Қазақстанда 2019 теңге. Саңырауқұлақтар Америкада 980 теңге, Қазақстанда 479 теңге. Помидоры черри Америкада 1860 теңге, Қазақстанда 1785 теңге. Жалпы сомасы Қазақстанда 28569 теңге, Америкада 22131 теңге. Қазақстан Америкадан 22%-ке жоғары. Екі елдің жалақысын салыстырмасақ та түсінікті деп ойлаймын. Парақшама жазылыңыз, Америкадағы қазақ отбасының күнделікті өмірімен бөлісемін.